Нөмірі 47-ші Нұрбебек шағын орталығының педагог-психологы Абдуллина Сымбат Абдуллинқызы. Балалардың қол моторикасын дамыту тақырыбында ата-аналарға кеңес. Мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ қол моторикасын дамыту жұмыстарын ерте сәбилік шақтан бастаған дұрыс. Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы артады. Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің қозғалуының дамуы қол саусақтарының нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан бала қолының ептілігін толық жетілдіру, түзету, тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді қалайды. Саусақ ойынның балабақшада және үй жағдайында әсерлі, көңілді түрде ұйымдастыруға болады. Баланың тілі негізінен мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Бұл кезеңде ағзаның барлық бөліктері және жүйелері қарқынды дамып, баланың дене, ой дамуына қажетті қозғалысы, таным іскерлігі қалыптасады. Мектепке дейінгі кезеңде қолдың ұсақ моторикасы мен қимыл қозғалысының дамыту жұмыстары маңызды болып табылады. Тақпақты саусақтар жаттығулары ырғаққа ілесіп қимылдауына және баланың сөйлеу ырғағының қалыптасуына көмектеседі. Сондықтан баланы ерте жастан бастап шынықтырған жөн. Саусақ ойындары сөйлеу лексиконының, сөздердің өзара байланысының шыңдалуына себепші. Балалардың сөйлеу құзыреттілігі дұрыс және сөздік қоры бай болса, оларға өз ойын жеткізу оңайға түседі. Қоршаған ортаны танудағы мүмкіндіктері кеңейеді. Психологиялық дамуына белсеніс күшейеді. Сондықтан баланың сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыруда уақытылы қолға ала отырып, анық әрі дұрыс сөйлеуді қадағалау керек. Балалардың сөйлеу құзыреттілігі жоғарғы деңгейде қалыптасуы ұсақ моторика тәсілдері мен құрылымына байланысты. Ермексазбен жұмыс істеудің пайдасы өте көп, әсіресе балалар мен шығармашылықпен айналысатын адамдар үшін. Қол моторикасын дамытады, саусақтар мен қол бұлшық еттері жаттығады. Шығармашылық пен қиялды дамытады, түрлі пішіндер мен мүсіндер жасау арқылы ойлау қабілеті дамиды. Зейінді арттырады. Мүсіндеу кезінде адам өте мұқият болады. Бұл зейінді жинақтауға көмектеседі. Сабыр мен төзімділікке үйретеді. Кейде қалаған нәрсені жасауға біраз уақыт кетеді. Сол себепті шыдамды болуға итермелейді. Эмоционалды релаксация береді. Қолмен жұмыс істеу адамды тыныштандырады, стресс пен шаршауды азайтады. Балалар үшін ғана емес, ересектерге де пайдалы арт-терапия ретінде жиі қолданылады. Ұсақ моториканы дамытуда Монтессори әдісінің рөлі ерекше. Бұл әдіс арқылы балалар қолмен іс-әрекет ету арқылы үйренеді, қол арқылы ойлау қағидасы. Күнделікті өмір қағидаларын меңгереді. Мысалы, түйме тағу, шүберекпен сүрту, қою, қасықпен салу сияқты жаттығулар. Қайталай отырып машықтанады. Бала өз бетімен асықпай, бірнеше рет әрекет етіп үйренеді. Арнайы материалдармен жұмыс істейді. Мысалы, құм салынған әріптер, түрлі пішіндер, рамкалар, фасоль мен күріш сияқты ұсақ заттар. Монтессори ортасында бала өз қалауынша материал таңдай алады. Мұның қызығушылығын оятады, ішкі мотивациясын арттырады. Нейрожаттығу мидың жан-жақты және екі жарты шарының жаттығуына арналған көп бағытты жаттығулар жиынтығы. Олардың пайдасы қандай? Мидың оң жақ және сол жақ жарты шарларының жұмысын жетілдіреді, ұсақ және ірі моториканы дамытады. Ақпаратты тез қабылдауға көмектеседі, зейінді шоғырландырады, есте сақтау қабілетін арттырады, оқу және жазу процестерін жақсартады, мидың жұмысы өнімділігін арттырады.